Сәлеметсіңдер ме балалар? Дүниетану сабағын бастаймыз. Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы дос болайық бәріміз. Сабақтың мақсаты сыныпта дұрыс қарым-қатынас жасауды үйренесің. Сабақта кездесетін тірек сөздерге назар салайық. Қарым-қатынас, әңгімелесуші. Осы тірек сөздер арқылы біз қарым-қатынас жасауды, әңгімелесуді үйренетін боламыз. Балалар, суретке назар аударайық. Сен кіммен және не үшін араласасың? Сен әрине ата-анаңмен, ағаңмен, ініңмен, мұғаліммен, дәрігермен және тағы кіммен араласасың? Ойланайықшы. Дұрыс айтасың. Достарыңмен. Сен осы жақындарыңмен жақсы қарым-қатынаста боласың. Қарым-қатынас дегеніміз бұл адамдардың әңгімелесуі, кездесуі және бірлесе жұмыс істеуі. Жақсы қарым-қатынас адамдардың бір-бірін дұрыс түсінуіне, достасуына көмектеседі. Ал енді балалар, дос туралы бейне жазбаға назар аударайық. Hey, dostlarım benim. Kendi dostlarım. Ренжітпе досыңды, мен қостаймын осыңды. Тату ойнап әрқашан, көтер көңіл қошыңды. Ойнайық та күлейік, көңілденіп жүрейік. Бақыт кілті достықтың, татулық деп білейік. Ойнайық та күлейік, көңілденіп жүрейік. Бақыт кілті достықтың, татулық деп білейік. Татулық деп білейік. Ая, Ақтөс, Ботақан, Көжек, Ботаан былай бір-бірімізге ешқашанда ренжімейміз деп уәде берейікші. Иә, достар, мен уәдемді беремін. Мен ешкімге ренжігім келмейді. Уәдемді беремін, достарым. Мен де. Көжегім менің. Достықты берік ұстауға, сендерден көмегімді ешқашанда аямауға уәдемді беремін, достар. Жарайсың, ағатайым менің. Әли жақсы айтты. Әли, бізді суретке түсірші. Жарайды, мына жерге тұра қойыңдар. Балалар, дос қандай болуы керек? Қане ойланайықшы. Дұрыс айтасыңдар. Ақылды, адал, шынайы, кешірімді болуы қажет. Балалар, суретке назар салайықшы. Олар не туралы әңгімелесіп тұр деп ойлайсыңдар? Қандай қарым-қатынасты дұрыс деп санайсың? Қане, ойланып көрші. Дұрыс айтасың. Бірінші суреттегі қарым-қатынас өте дұрыс. Яғни, сұхбаттасыңның сөзін бөлмей, аяғына дейін тыңдау. Бұл әдептілік. Балалар, сыныптағы қарым-қатынас ережесін естеріңде сақтаңдар. Сұхбаттасыңның сөзін бөлмей, аяғына дейін тыңда. Өтінемін және рахмет сөздерін қолдан. Адамды ренжітіп алатын сөздерді айтпа. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге ұнады деген ойдамын. Барлығын түсінсеңдер, бас бармақтарыңды жоғары қарай. Енді түсініп келемін десеңдер, бас бармақтарыңды жанына қарай. Түсінбедім десеңдер, бас бармақтарыңды төменге қарай қаратуларыңа болады.